Ассалаумағалейкум, жұма қабыл болсын. Жұмада бір сағат бар, ол сағатта дұға тілектер міндетті түрде қабыл болады деген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Жұма күні көп хайыр ihсан жақсылықтар жасайық. Жұма күні садақа берейік. Мінекей біз Хадия қайырымдылық қорымен бүгін жұманың қасиетті күні жақсылыққа жасайық деп қазір машинамен шығып бара жатырмыз. Қайырымдылыққа бір жалғызбасты ана бар, бір баласы мүгедек, сол кісіге бар көмектесіп азық түлігін апарайық деп сондай бір сауапты іске шығып жатырмыз. Сіздердің себептеріңізбен садақаларыңыз қабыл болсын. Күнделікті таңертең мен осылай тұрып өзімнің любимый тауықтарыма, үндіктеріме тамақ беремін. Қараңыздаршы, керемет. Машалла, жақсы көремін ғой мен. Үндік, тауық, жұмыртқалары не деген керемет бұлардың. Қаз, үйрек деген, это моя слабость. Қараңыздаршы, машалла. Бұларға да тамақ жем беріп, енді сауап алайық. Алла разы болсын баршаңызға.